натюрморттың жарық көлеңкесін айқындап көрсетіп штрихтай келе, бүгінгі сабақта біздер заттардың реңдік қатынастарын көрсеттік. Яғни жарық, жартылай жарық, меншікті көлеңке, түзу көлеңке және заттың бір-біріне түскен шағылыс бөлігін айқындадық. Сонымен қатар негізгі жарықтың бөлігі заттардың, яғни натюрморттың көлденең жазықтық бөлігін анықтадық. Яғни көлденең жазықтық ашық өңге ие болады, тік қабырғалар өңдері айқын болып келеді. Сонымен қатар заттардың орналасуындағы штрихтардың әрбір реңдерін анықтап, келесі кезеңге өтуді, яғни келесі кезең біздерде аяқтау кезеңіне жұмысты жалғастырамыз. Кей жерлерде заттардың ұсақ бөліктерін штрихтай отырып, ұсақ жерлерде жазамыз. Ернеулерін ұсақ бөліктерді штрихтауға болады.
Сонымен натюрморттың барлық заттарын бір-бірімен қосып, негізгі ауқымды көлемдерін анықтадық. Әрине, құмыраныңды меншікті көлеңкесін толықтырамын. Натюрморттағы әрбір заттың өңдері мен реңдерін, жарық көлеңкесін, шығыңқы, шегіңкі жерлерін, жалпы натюрмортты жалпылама жұмыстарымен аяқтаймыз. Осы сәтте біздің берілген тапсырма мәресіне жеттік деп айта аламын. Сіздерде де осындай нәтижелі жұмыс шықты деп сенемін. Шығармашылық табыс тілеймін. Натюрмортымызды аяқтай келе, емтихан қойылымның мәресіне жеттік. Біздер үйлестіру және орналастыру, сызықты конструктивті құрастыру, жарық көлеңкедегі реңдер және соңғы кезең аяқтау кезеңі. Осымен жұмыстың нәтижесіне жеттік. Назарларыңызға рахмет, іске сәт.